Бүгін сіздермен қуырдақ жасайтын боламыз. Сол үшін майымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Біздің майымыз қызыды. Енді етімізді саламыз. Сіздің алдық алдынасы. Кішкене тұз салдырамыз, екен бұл қазір қойылған ет. Жақсылап қызартып қуырамыз. Piyazımızı salamız. Piyaz ekеуіміз жақсылап қызарғанша қуырамыз. Бәрібір баланың тамағына жеткенше. Енді картошкамызды саламыз. Картошканы да жақсылап қуырамыз. Енді картошкамызға да азырақ тұз қосамыз. Жақсылап қуырамыз. Енді ең соңынан бауырымызды саламыз. Бауыр екені тез піседі. Бірақ жасап жіберейік. Енді кішкене су құйып, демдеп жібереміз. Су көп емес, азырақ. И вуаля!